Баршаларыңызға қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өте дәмді, ерекше дайындалатын, дәмін татсан жей бергің келетін өте нәзік яблочный пирог дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырына кірісеміз. Бір жұмыртқамыздың үстінен қантымызды салып, 1-2 минут жақсылап көпіргенше араластырамыз. Содан соң комнатный температурадағы жұмсақ сары майымызды салып, барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Барлық бір қалыпқа енгеннен соң белектен өткізілген ұн және де қопсытқышымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, қолдың көмегімен қамырымызды біріктіріп аламыз. Құрамы мен мөлшерін төменгі описаниеден таба аласыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз дайын, өте нәзік болып шығады. Дайын болған қамырымызды пешевой пленкаға орап, холодильникке жарты сағатқа салып аламыз. Келесі салмасына кірісетін боламыз. Қызып тұрған сковородкамызға сары майымызды салып ерітеміз. Оның үстінен қантымызды салып, жақсылап екеуін араластырамыз. Содан соң сарғыш түсті болғаннан соң туралған алмамыз, яғни алмамызды 4 бөлшекке етіп турап, үстінен саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бір ас қасық корица, бір ас қасық какаомызды салып, тағы да араластырып, алмамыздың суы сәл шыққаннан соң бір ас қасық кукурузный крахмалымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің салмамыз дайын. Келесі меренгаға кірісетін боламыз. 3 жұмыртқаның ақуызының үстінен шым-шым тұзымызды салып, 1 минут көпіргенше араластырамыз. Содан соң аз-аздан қантымызды салып, жақсылап жұмыртқамыздың ақуызы арқағанша 8-12 минуттай араластырып отыратын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің жұмыртқамыз ағарды және де өз формасын ұстай алатындай болуы керек. Келесі өзімізге қажетті формамызға қамырымызды қолдың көмегімен жайып аламыз. Жан-жақтарын тегістетіп, содан соң суыған начинкамызды салып, барлық жағын тегістеп аламыз. Осы уақытта пісіретін пешімізді 160 градуста қыздырып аламыз. Начинкамыздың үстінен дайын меренгамызды салып, алмамыздың бетін жауып жайғастырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің пирогымыз дайын болып қалды. Қызып тұрған пеште 25-30 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің уақытымыз өтті. Пирогымыз өте дәмді болып пісіп шықты. Иісі де керемет болып шығып тұр. Көріп тұрғандарыңыздай қазір кесеміз. Біздің пирогымыз өте дәмді. Видеода көріп тұрғандарыңыздай начинка өте дәмді карамельді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да көптеген рецепттермен бөлісіп отырамын. Ас болсын!